Қар қалың жауып, қара суға әбігерге салған қыс мезгілі аяқталуға жақын. Биылғы қыс елдің көкейінде көпке дейін қалары сөзсіз. Бүгінгі бағдарламада ақ түтек аязды ақпан айындағы жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде Energy Time, студияда Аяжан Әбдіқалық. Мекемеде еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікті сақтау ережелеріне аса көңіл бөлінеді. Жас мамандар арасында арнайы жаттығу жұмыстары жалғасуда. В рамках проведения сегодняшнего технического обслуживания на АВЛ 110 киловатт Пош Жилгородок 1 мы совместно проводим противоаварийную тренировку по поднятию электромонтера, то есть по выполнению верхолазных работ по опоре У-110-2 плюс 15. То есть высота данной опоры составляет 37,5 метров. Цель проведения тренировки – подготовка как физически, так и психологически электромонтера, чтобы безопасно производил верхолазные работы при аварийных случаях, так как служба высокольных воздушных линий производит эксплуатацию воздушных линий в труднодоступных местах, заснеженных местах, где приходится работать без техники, только при помощи электромонтеров. В тренировке были допущены незначительные ошибки, которые в дальнейшем будут обязательно отрабатываться. Ақпан, ақ боранның анық күшіне еніп, ойқастайтын айы. Орын алған екпінді боран өңір тұрғындарын әбден әбігерге салды. Ауа райының қолайсыздығынан мектеп оқушылары онлайн режимдегі оқуға көшті. Қаламыздағы төтенше жағдайлардың саны артып, ғимарат шатырлары және талдар құлады. Ауыл-ауылға кіреберіс жолдары жабылып, жол қатынасы қиындады. Алайда мекеме мамандары электр қуатының берілуі үшін үздіксіз тәулік бойына қызмет атқарды. Облысымызда орын алған жағдайға орай мекеменің басшылық тобымен құралған бас директор Ержан Қайратбекұлы бастаған жедел штаб құрылды. Штаб өкілдері облысымыз бойынша электр қуатын қалпына келтіру жұмыстарын тәулік бойы назарда ұстап қадағалап отырды. Энергосистема мекемесінің барлық бөлімшелері күшейтілген режимде жұмыстарын атқарды. Жедел штаб облыс орталығында ғана емес, бірнеше ауданға сапарға шығып, электр қуатының берілуі үшін атсалысты. Штаб бұнымен жұмысын тоқтатпақ емес, мекемеге қатысты әрбір жағдай мен мәселелер штаб назарынан тыс қалмайды. Мамандардан аққан тер мен жасалған еңбек елеусіз қалмады. Облыс әкімі Асхат Шахаров және қала әкімі Азамат Бекет мырзалар қарлы боранда қаламыз үшін күрескен мекеме мамандарын марапаттау рәсімін өткізді. Жағдайға байланысты өзінің атынан және осы отырған барша әріптестерге белсенді жұмыс жасаған үшін рахмет айтамын. Өзіңіз бағалап беріп жатқан марапат үшін алғысымызды білдіреміз. Әрі қарай нарықтың қалыпты болуына жасаймыз. Қарқынды жұмыстар аязды боранмен тоқтап қалмады. Энергосистема мекемесі тәулік бойы үздіксіз жұмыс жасауын жалғастыруда. Шоғырсым желілері қызметінің мамандары ақауды анықтау бойынша жұмыстарды жүргізіп жатыр. Ақтөбе қаласының электр желілер басқармасы, соның ішінде шоғырсым желілер қызметі 11-ші және 12-ші мөлтек ауданның ортасын қосып тұрған 10 мың вольттық кабель бар, яғни жер асты кабелі. 11-ші, мынау 11-ші мөлтек ауданда РП-11 дейміз, яғни распределительный подстанция бізде. Сол екі ортасын қосып тұрған кабельдің ақаулығын іздеп, ол ақаулық бізде лаборатория арқылы табылады. Бізде қазір остановканың дәл ішіне келіп тұр. Сондықтан да біз остановканың екі жағын қолмен қазып, яғни техника салуға бізде ыңғайы келмеді, өйткені ар жағында үлкен жол жатыр, яғни Абылқайырхан көшесі ешқандай жол қозғалысын бөгемей, сондықтан да біз өзімізге ыңғайлы етіп, ол жағын қазып, кабельді таптық. Біздерде қазір балдар осы жерде техникаға, бізде қасында басқа коммуникация трансэнергінің линиясы болыр, мына жерде ыссы суы және де кабельный связь өтіп жатыр, сондықтан біздер қолмен қазуға бүгін тура келіп тұр осы жерде. Тұтынушылар үшін маңызды хабарлама. Мекеменің зертхана қызметінің мекен жайы ауысты. Бұл жөнінде толығырақ зертхана бөлімінің басшысы Ернұр Байтұрсынов айтады. Құрметті Ақтөбе қаласының электр энергиясы тұтынушылары, сіздерге Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
электр есептегіштерін салыстырып тексеру зертханасы жаңа мекенжайға көшкені туралы хабарлаймыз. Жаңа мекенжайымыз 312 атқыштар дивизиясы 44В Ақтөбе Энергосынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимаратында орналасқан. Жұмыс кестесі 8:00-ден 17:00-ге дейін, және де түскі үзіліс 12:00-ден 13:00-ге дейін. Біздің мекенжайға 1-ші, 8-ші, 16-ші, 24, 26, 40, 45, 48-ші маршруттары арқылы жетуге болады. Мекемедегі соңғы жаңалықтар легі осындай. Энергосистема мекемесі үйде және тұрмыста қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығын естеріңізге салады. Электр қауіпсіздігі жөніндегі толық ақпарат Энергосистема 04 ресми Instagram парақшамызда жарияланған. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыздар. Динара Манарбек қызы, Аяжан Абдықалық, әдемі Сайлаубай.